Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы үй жағдайында өте дәмді болып шығатын жоп-жұмсақ булочки дайындаймыз. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде барлығы жылы болуы керек. Бөлме температурасындағы жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, барлығын қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне дрожжымызды, яғни ашытқымызды қосып аламыз. Ұнымыздың үстіне міндетті түрде разрыхлительді қосып аламыз, 1 шай қасық. Онымен бірге жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін аз-аз мөлшерде сала отырып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Және де сұйық майымызды құямыз. Қамырымыз дайын болар кезде немесе алдын ала құйып, одан кейін қамыр илесеңіздер болады. Мен ең соңында сұйық майды құямын. Осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қалдырамыз. 1,5 сағаттан кейін осылай көтеріліп шығады. Одан кейін алып, бірнеше бөліктерге келтіреміз. Осы орайда өздеріңіз қалауларынша булочканың формасын келтірсеңіздер болады. Мен тек дөңгелек пішінде жасадым. Мендегі булочкалардың саны 12 штук шықты. Осылай табамызға салып қоямыз. Арасын жақындатпаңыздар, өйткені көлемі 2 есе ұлғаяды. Осылай шамалы арасын ашып салып шығамыз. Одан соң пищевой пакетпен тағы да бетін жауып қалдырамыз 1 сағаттай. Мінеке 1 сағатымыз өтіп шықты, көлемін тағы да 2 есе ұлғайды. Одан кейін бетіне мен осылай ұн, қант, сары май үшеуін араластырып, бетіне сеуіп шығатын боламын. Ең алдымен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан кейін біздің дайындаған қоспамызды бетіне сеуіп шығамыз. Яғни өте дәмді болып шығады, дәл осылай жасап көріңіздер. Осы орайда міндетті түрде духовкаларыңызды, яғни пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пеште 160-170 градуста 20-25 минуттай беті сарғайғанша пісіріп аламыз. Мінеке біздің булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді жұп-жұмсақ болып шығады. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын, келесі видео рецепті кездескенше.